Сәлем достар, баршаңызға менің каналыма қош келіпсіздер. Сіздермен мен Райхан. Бүгін мен сіздерге қатпарлы ерекше торттың рецептімен бөлісемін. Қамырының өзі үгітіліп, дәмінің өзі ерекше болып тұрады. Сіздерге дайындап көруге кеңес беремін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, тез-тез өтіп тіркеліңіз. Керемет рецепттер күтіп тұр сізді. Ең алдымен бізге қамырын дайындап алу үшін ұн және сары май қажет болады. Ұнымызды ыдысымызға салып аламыз. Содан соң сары майымызды ұнымызға дөңгелентіп алып, үкіштің көмегімен барлығын толықтай үкіштен өткізіп аламыз. Барлық сары майымызды үкіштен өткізіп болған соң, қолымыздың көмегімен крошки қамыр жасап аламыз. Қамырымыз дайын болған соң, енді оны илеп алу үшін бізге су, тұз және де сірке суы, яғни уксус қажет болады. Сосын ең соңында бір жұмыртқамызды шағамыз да шанышқының көмегімен жақсылап араластырып, крошки қамырымыздың үстіне құйып жібереміз да қамырымызды илеп аламыз. Қолымыздың көмегімен жақсылап қамырымызды жұп-жұмсақ қылып илеп аламыз. Мінекей қамырымыз осылай жұп-жұмсақ болып иленіп шықты. Енді осы қамырымызды мешокқа салып 5-6 сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Түнімен салып қойсаңыздар да болады, кешкісін дайындап. Тоңазытқыштан қамырымызды аламыз. Мен қамырды кешкісін дайындап қойдым, таңертең жасап жатырмын. Екіге бөліп аламыз да қамырымызды жақсылап жұқа қылып жайып аламыз. Міндетті түрде қамырымыз жұқа болып жайылуы тиіс. Менің қамырым кішкене қалыңдау болды, бірақ соның өзінде де үгітіліп, әдемі болып пісіп шықты. Мен сіздерге жұп-жұқа қамыр жаюға кеңес беремін. Қамырымызды толықтай жайып болған соң, пышағымыздың көмегімен осындай ұзынша қылып кесіп аламыз. Толықтай барлығын кесіп болғанымыздан соң, табамызға салып, 180 градуста қызып тұрған печкамызға пісіріп аламыз. Барлық қамырымызды осылай жайғастырып аламыз. Мінекей өздеріңіз көріп тұрғандай, осылай алтын түсте болып пісіп шықты, барлығы қызғылт болып. Енді кремімізді дайындаймыз. Ол үшін бізге 20% дүкеннің қаймағы қажет болады. Оның үстіне 2 ас қасық қант ұнтағын қостым. Қаласаңыздар 3 ас қасық қоссаңыздар да болады, тәтті болғанын қаласаңыздар. Миксердің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Мінекей креміміз де дайын болды. Енді пищевой пленканың үстіне барлық пісіп шыққан қамырларымызды, соломка пісіп шыққан қамырларымызды бір тегіс қылып жайып аламыз. Оның үстіне кремімізді жағамыз. Бір қатар кремімізді жағып болған соң, екінші қатарын тағы бір-бірінің үстіне қойып аламыз. Осылайша тортымызды жинап аламыз. Енді пищевой пленканың екінші үстіне де кремімізді жағып аламыз да, содан соң пищевой пленканың көмегімен тортымызды ораймыз. Өзі де, дәмі де ерекше болып, әдемі болып шығады. Мен сіздерге дайындап көруге кеңес беремін. Сіздерге 100% ұнайтынына сенімдімін. Осылай пищевой пленкамен орап, тоңазытқышқа салып қоямыз.
Осылай толықтай барлығын орап болған соң 2 сағатқа тоңазытқышқа жібереміз. Мінекей тоңазытқышымыздан алдық. Барлығын толықтай шешіп аламыз да пищевой пленкадан босатып аламыз. Енді қалған қамырды езіп, үгітіп үстін әсемдейтін боламыз. Мінекей толықтай безетіп, әсемдеп болдық. Міне ортасының өзі осылай әдемі болып пісіп шығады. Мен сіздерге дайындап көруге кеңес беремін. Қатпарлы болып, ерекше болып шығады. Егер видеом ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Менің каналыма тіркеліңіздер. Әлі де керек